Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 21 сабақ. Буын тақырыбымен танысамыз. Ең алдымен каналға жазылып ал. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Алматы метросы. Алматы метросы жаңа метролардың бірі. Әлемнің барлық метро бекеттері бір-біріне ұқсайды. Ал Алматы метросының бекеттері өзгеше. Ол 9 бекеттен тұрады. Мұндағы Мәскеу бекеті екі елдің достық белгісі. Алматы ақшамы газетінен алынған екен. Балалар, метро туралы дереккөздерден біліп, өздерің айтыңдар. Екінші жаттығуға назар аударыңдар. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Алматыда мекенім, мұны мақтан етемін. Метромен зуылдап, мектебіме жетемін дейді. Өлеңді көшіріп жазып жаттап алыңдар. Алматы, метро, мекен сөздерінде неше буын бар екенін айт дейді. Алматы сөзінде неше буын бар? Буынға бөліп көрейік. Алматы. 3 буынды сөз екен. Метро. Метро 2 буынды сөз екен. Мекен. Мекен 2 буынды сөз екен. Балалар, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болатынын ұмытпайық. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Буындардан сөз құра дейді. Кірпі, балық, аққу, торғай, күшік деген сөздер құралады екен. Жазып, жақсылап жаттап алыңдар сөздерді балалар.